Тапсырма 20 сабақ. Жылы жүрек, тәтті тіл. Мәтіннің түрлері. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып, немесе видеоны қайтадан қосып көріп, дәптерлеріңе көшіріп алсаңдар болады. 23 тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтін не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір қапшақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. Шекең ауырды ма, деді тас масаттанып. Өзің келіп соғылдың ғой. Ауырған жоқ, деді қант ақырын ғана. Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соған да мақтанасың ба? Мақтанбағамда ше? Бұдан бұлай байқап жүр. Менің денемді шойындай қатты екенін біліп қой. Оның несін айтасың, деді қант. Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең айта қойшы, деді тас. Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма? Бұл екеуінің сөзін тыңдаған Болаттың атасы күліп жіберді де, негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар, деді. Бұл мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап. Бұл мәтіннің пайымдау түріне жатады. Сұрақтарды жалғастыр. Неге тәтті жақсы? Өйткені тәтті үнемі жақсы болады. Тамақтың тәттісі, өмірдің тәттісі. Қаттының қандай жақсы жақтары бар? Қаттының жақсы жақтарына тоқтала кететін болсақ, мысалы, темірді алатын болсақ, темірдің қаттысы жақсы болады, өйткені ол пайдалы заттарға жұмсалады, және де сапасы жақсы болады. Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Суреттерге қара. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немен аяқталды? Әңгімелеу мәтінін құрап жаз. Ол үшін еңірбеттегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа ал. Ерлан мен Ержан екеуі көбелек қуып ойнады, және олар жерге құлап түскен құсты көріп қалды. Олар құсты көтеріп алып ұясына салды, және құстың мамасы оған рахметін айтты. Ержан мен Ерлан екеуі өте қатты қуанды. 25 суретке қара. Қай құсты бейнеленген? Қарлығашты сипаттау үшін. Бұл суретте қарлығаш бейнеленген. Қарлығаштың ерекше белгілері ол жаңбыр жауатын кезде қарлығаш төмен ұшады. Және қарлығаштың құйрығы айыры болады. Сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан. Сипаттау әлі дәлелдеу үшін мен қарлығаштың құйрығы айыр екендігі, және де қарлығаш төмен ұшса жаңбыр жауады деген сөздерді қолдандым. Қайсы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың? Ойыңды дәлелде. Қарлығаштың түсі қандай? Қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады? Қарлығаш неге қыстап қалмайды? Қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады? Өйткені ол адамның досы. Сол үшін ол ұясын үйдің ішіне салады. Қарлығаштың түсі қара, ала болады. Қарлығаш неге қыстап қалмайды? Өйткені ол қыста тоңып қалады, және ол қысқа шыдамды құстардың қатарынан емес. 26 тапсырма. Мәтінді оқы. Сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек пен Шоғанбек үйелме сүйелмелі. Екеуі бірге туғанмен пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң қағылез. Ал Шоғанбек жалпақ бетте, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртпақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы үш елідей аласа. Боданбек елгезек жан-жануарларға жаны ашығыш. Күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді. Қыңсылатып ұрмайды.
құйрығынан сүйреп божылдатпайды. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Екі баланы салыстыра сипаттауда жасы үлкені, жасы кішісі туралы және де бойының үлкен кішілігі туралы айтылған, және олардың бет әлпетінің түзілуі туралы айтылған. Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Қарамен жазылған сөздер сипаттауда ешқандай рөл атқарып тұрған жоқ, тек ол мәтіннің, сөйлемнің басында ғана айтылып тұрған сөз. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға арналған сұрақтар: Боданбек қандай бала? Шоғанбек қандай бала? Боданбек үлкен бе? Шоғанбек үлкен ба? 27-ші тапсырма. Кестенің көмегімен сипаттау мәтінінің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Сипаттау зат не құбылыстың негізгі белгілерін көрсету. Сипаттаудың атқаратын қызметі затты немесе құбылысты әсерлі етіп бейнелеу. Сипаттау түрлері: пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттау. Сипаттау құрылымы затты құбылысты әсерлі етіп көрсету, негізгі белгілері және қорытынды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті, видео сабақ пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік.